Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін редькадан осындай әдемі салат жасайтын боламыз. Алдыменен мен редьканы осындай чоркадан өткізіп аламыз. Міне осындай орташа өтетін неменен. Міне редькамды өткізіп болдым. Бұған бір сәбіз өткізіп жіберемін. Көп жасаймын десеңіздер, екеуден, үшеуден алсаңыздар болады. Бұған енді полый горкий пересімді осындай өткізіп аламын. Енді пиязым кішілеу бір пияз болады, бұның да жартысын. Майға екеуін бірге қуырғанда дәмі шықса болды. Бұған чесногымды кішілеу чесноктан екеу салдым мен. Бұны да майда чеснок езетімен езіп алдым. Енді солардың бәрін майды қыздырып, пиязды, бұршымды, чесногымды үшеуін қыздырып, сәбізбенен редькамның үстіне құйдым. Кішкене тұз себемін бұған. Керегінше, көп емес, кішкене. Енді қолмен жақсылап араластырамыз. Міне салатым дайын. Жасап жеңіздер. Ас болсын. Рахмет.